Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен зат есімнің көпше және жекеше түрімен танысатын боламыз. Соның ішінде белгілі және белгісіз артикльмен де танысамыз. Бірінші сіздер көріп тұрғандарыңыздай, менде жазылып тұр a және n деген артикль. A және n артиклі бұл бізде белгісіз артикль деп аталады. Мен неге бөліп қойдым, оны қазір сіздерге түсіндірем. Белгісіз артикль деп аталатын себебі кез келген зат есімнің алдына жазылады және ол кез келген бір деген мағынаны береді. Мысалы алатын болсақ, pen, қалам, яғни кез келген бір қалам деген сөз. Book, кез келген бір кітап. Немесе dog, кез келген бір ит. Немесе key, кілт. Көріп тұрғандарыңыздай, pen, dog, book, key барлығы дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Сондықтан мен олардың алдына деген артикль жазамын. Келесі n артикліне көшетін болсақ, n артиклі тек қана дауысты дыбыстан басталатын зат есімдердің алдына жазылады. Дауысты дыбыстар ол бізде a, e, I, O және U. Осы дауысты дыбыстардан басталатын болса, біз n артиклін жазамыз. Мысалы, an apple, алма. An egg, жұмыртқа. An igloo, музей. An orange, апельсин. An umbrella, қолшатыр. Яғни A, E, I, O, U. Енді singular nouns and plural nouns деген сіздерде кесте тұр. Singular nouns дегеніміз жекеше зат есімдер деген сөз, plural nouns дегеніміз көпше зат есімдер. Мысалы, жекеше зат есімдерге мысал келтірейік. What is it? Бұл не? What is it? Мен жауап берем, бұл қалам. It's a pen. Келесі мысал, дәл осылай, what is it? Бұл не? Жауап береміз, бұл кітап. It's a book. It's a book. Келесі тағы мысал келтірейік. What is it? Бұл алма. It's an apple. Көріп тұрғандарыңыздай жекеше түрде сұрақ қоса қоямыз және жауап береміз. Енді көпше түрде дәл осы сөйлемді біз көпше түрге айналдырайық сөйлемдерді. What are they? What are they? Яғни тікелей аударатын болсақ, бұлар нелер деген сөз. Яғни жекеше түрде what is it көпше түрге айналады. What are they? Жауап береміз, ол қаламдар. They are pens. Келесі сұрақ. What are they? Бұл кітаптар. They are books. Келесі, what are they? Бұл алмалар. They are apples. Көпше түрде осылай жасалады. Яғни байқағандарыңыздай зат есімге s жалғаулары жалғанған. Қазір соған тоқталамыз сіздермен. Ендеше жалғастырайық. Көпше түрде s және es деген жалғау жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, pen, қалам, бір қалам, бір қаламдар десек, біз айтамыз pens. Немесе book, бір кітап, яғни кітап, кітаптар books. Мысалы, it, dog,
Мысалы, dog. Иттер, dogs. Немесе key. Кілт. Кілттер біз айтамыз keys. Және тағы да бір мысал holiday. Демалыс, енді демалыстар holidays. Енді көріп тұрғандарыңыздар es қалды. Es қайда жалғанады? Егер бізде зат есім яғни ss, s және x жалғауынан аяқталатын болса, онда біз соңына es жалғауын жалғаймыз және ол s деп оқылады. Мысалы, watch. Сағат дан аяқталып тұр, көпше түрде болады watches. Келесі dish. Ыдыс, ыдыстар dishes. Сабақ class. Сабақтар classes. Автобус bus. Автобустар buses. Келесі қорапты алайық. Box. Қораптар boxes. Тағы да бір рет оқып берейін сіздерге. Watch watches. Dish dishes. Class classes. Bus buses. Box boxes. Яғни жалғанған es жалғауы is деп оқылады. Boxes, buses, classes. Және үшінші тағы да бір ерекшелік бар көпше түрде. Егер бізде зат есім y-дан аяқталатын болса, және y-дың алдында дауыссыз дауыс тұратын болса, ол y бізде i-ға өзгереді және es жалғанады. Мысалы, мемлекет деген сөзді алайық. Country. Көріп тұрсаңыздар, y-дың алдында дауыссыз дауыстар are. Country. Енді көпше түрге айналдыратын болса, мысалы, y i-ға өзгереді және es жалғанады. Countries. Көріп тұрғандарыңыздай, countries. Кеттік ары қарай. Мысалы, сөздік. Dictionary. Сөздіктер дейтін болса, dictionaries. Dictionaries. Көріп тұрсыздар, яғни y i-ға өзгеріп тұр және es жалғанып тұр. Келесі тағы бір мысалға тоқталайық. Мысалы, city. Cities. Бірінші бағанға қарасаңыздар, сіздерде тұр кілт деген сөз key, keys. Яғни y-ды мен өзгерткен жоқпын, себебі y-дың алдында дауысты дыбыс тұр. Holiday, holidays. Өзгерткен жоқпын, s жалғанып тұр, себебі y-дың алдында әрпі дауысты дыбыс тұр. Ал мына жерде байқағандарыңыздай y i-ға өзгереді және es жалғанады, себебі y-дың алдында дауыссыз дыбыс тұр. Келесі бізде сіздерге қазір түсіндіретінім ол the артиклі. The артиклі ол белгілі артикль деп аталады. Ол көпше және жекеше зат есімдермен қолданылады. The singular and the plural nouns деп мен жазып қойдым. Көріп тұрсаңыздар, жекеше және көпше түрде қолданылады. Мысалы, the door, есік. The windows, терезелер, көпше түрде. Мысалы, айтасыздар, қандай жағдайда қолданамыз? Неге ол қалай белгілі?
Егер сіз кез келген, мысалы, бір кабинетте отырсыз, немесе бір бөлмеде отырсыз, мен айтам, есікті аш. Мен айтамын, open the door. Open the door. Яғни белгілі нақты сол бөлменің есігін айтып тұрмын. Сондықтан мен қолданам open the door, себебі ол бір ғана есік сол бөлмеде тұрған. Немесе мен айтам, терезелерді жапшы. Close the windows. Close the windows. Ол бөлмеде мүмкін 2 терезе бар шығар, мүмкін 3 терезе бар шығар. Яғни көпше түрде мен айтам close the windows, себебі нақты сол бөлмедегі немесе кабинеттегі терезелерді. Немесе айтамын, тақтаға қараңдар. Look at the board. Look at the board. Тақтаға қараңдар. Яғни нақты сол бір тақта болғандықтан мен the артиклін қолданып тұрмын. Бұл яғни белгілі артикль деп аталады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әдеттегіндей мен сіздерге сабақтың соңында тапсырма қалдырамын. Осы тапсырманы жауаптарын комментарийге қалдырсаңыздар болады, немесе өздеріңіз дайындалсаңыздар болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнап жатса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.